сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сая, 3 қызым бар. Өмірімде болған бір жағдаймен бөліскім келеді. Осыдан 12 жыл бұрын ана атандым. Үлкен қызым врожденный двухсторонний дисплазиямен туылды. Барлық врачтарға көрсеттік, ортопедтерге апардық, өте жақсы жерлерге апарып көрсеттік. Барлық жерден бізге отказ келді, айтты. Снимок жасап болғаннан кейін Шымкент қаласында, қазір есімін ұмытып қалдым, бір профессор кісі снимогымызды көріп болғаннан соң маған айтты: ашық айтайын, мен сізге ештеңе жасырмаймын, қызыңыз мүлдем жүрмейді деп айтты маған. Қатты шошыдым, стресс алдым, оны жасыратын несі керек. Барлық қолымнан келген шараның бәрін жасадым. Жақсы ортопед тауып, Тараз қаласында наблюдать еттік. 8 ай бойы аптекада сатылатын барлық кальцийлардың препараттың бәрін іштік, бірақ 8 айдың ішінде бізде ешқандай результат болмады. Бір күні бір жағдайлармен, бір жолдастарымызбен қонаққа бардық. Сол жерде жолдастарымыздың анасы тяньшимен айналысады екен. Сол кісіге болған жағдайдың бәрін айтып берген соң, ол кісі айтты: балам, сен мына кальцийді беріп көрсін, осыдан результат болады. Қанша результат болып, осы өнімді ішкен кісілер аяққа тұрып кетіп жатқан жағдайлар бар, может сізге көмектеседі деп маған солай ұсыныс жасады. Сол жерден алдым. Ровно 1,5 ай ішіп болған соң қайта врачқа бардық, приемға. Снимок жасады. Сол кезде врачтың өзі таңғалды: сіздер не іштіңіздер, менің рекомендациямнан бөлек деп сұрады. Сол кезде жасырмай айттым, что біз Тяньши компаниясының детский кальций өнімін іштік деп. Содан бастап қызым, тәуба, шүкір, аяғына тұрып бастады. Жүрмейді деген кісіге ешқандай өкпем жоқ. Может, медицина саласында, может, ол кісі снимокты көріп ешқандай жағдай жасай алмайтын болғандықтан айтқан шығар. Ризамын осы компанияның өніміне, жасап жатқан кісілердің рахмет. Сол кісіге ризамын, что мен Алла тағала сол кісімен кездестіріп, сол кісі арқылы мен осы өнімді ішіп, балам, жүрмейді деген қызым 11 айында менің жүріп кетті. 1 жасында біз тұсауын кестік қызымның. Қанша мысалы мамалар бар, осындай диагнозбен қиналып бара алмай жүрген, қандай өнімді алу керек екенін. Менің көзім жетті, что аптекадағы алынған кальцийлардың көбісі біздің организмімізге сіңе бермейді. Біздің даже ішкен тамағымыздың кальцийі біздің егер организміміз қабылдаған күнде де ол кишечник арқылы сіңіп, кальций препараттың орнын толтырады деген сенімде емеспін мен. Ана осы кальцийді қазір мен бірінші қызым ішіп болды, екінші қызым ішіп болды, қазір мен үшінші қызыма да беріп жүрмін. Даже өзімнің жүктілік кезімде де осы кальцийді ішемін. Бұл іштегі бала, жатқан балаға да өте әсері өте жақсы. Сондықтан мен мамашаларға айтқым келеді: осы өнімді алып балдарыңызға берсеңіздер болады, жақсы көмектеседі. Менің өзімнің туыстарымның ішінде 2 жеңгеме осы кальций жақсы көмектесті. Мен 100% көзімді жұмып тұрып осы кальцийді балама беремін. Сенем осы кальцийға, что осы кальций менің балдарыма көмектеседі. Рахмет.